Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай қой арнасы алдыңғы SCP туралы шыққан видео сіздерге ұнапты. Бүгін сіздерге арнап SCP-993, яғни клон Пом-Пом туралы айтатын боламыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. 7 жастағы қыз бен 13 жастағы бала сабақтан кейін теледидар қарауды жөн көреді. Үйде ата-анасы жоқ, олар жұмыста еді. Бала диванда, ал қыз теледидардың алдында отырады. Қыз теледидарды қосады. Әдетте бұндай кезде қыздың сүйікті бағдарламасы Пони болуы керек еді. Ол барлық сериалдарын үзбей қарайтын еді. Ағасы ондай бағдарлама қарағысы келмейді, бірақ қарындасының қуанышты болғанын қалады. Бүгін қыз керекті каналын қосқанда цирктің музыкасы ойнап, әртүрлі түсті жарық сөз шығады. Клон Пом-Пом. Қарындасы ағасына бұл пони емес дегенде ағасы ұйықтап жатады. Қыз бұл бағдарламадан кейін пони басталады деген мақсатпен қарайды. Цирктің музыкасы бір кезде тоқтап, көңіл күйі керемет клоун шығады. Клоун камераға сендерге көңіл көтерген ұнайма деп айтады. Бұл бағдарлама қызға қызық көрінеді. Мүмкін бұл да сүйікті бағдарламасы болатын шығар. Теледидарда Американың көшесінде көңілді күймен кетіп бара жатырған клоунды көреді. Клоун бір үйге тоқтап жігітті өзіне шақырып алады. Олар бірге көңілді болады. Қыз бұл әзілді түсінбейді, бірақ та қыз жалғастыруды шешеді. Пом-Пом қасындағы жігіт екеуі бір циркке келеді. Бұл Пом-Помның үйі еді. Ол жігітті үйге кіргізеді. Пом-Пом жігітке отырғызып, тамақ алып келетінін айтады. Ол ас үйге кіріп, қолына пышақ алып, оны қайрап тұрады және камераға қалай еті дұрыс суыру керек деп айтады. Қыз үшін бұл жай ғана бағдарлама болуы мүмкін, немесе оның сүйікті бағдарламасы да болуы мүмкін. Қыз ас үйге барып, пышақты қолына алып, өткірлігіне тамсанып тұрады. Қыз өз орнына келіп жайғасады. Ал теледидарда ет пісіп жатқан қазан көрсетіледі. Пом-Пом клоун құдды бір шынымен де қарап тұрғандай істей ғой деп айтады. Қыз сәл кідіріп, ұйықтап жатқан ағасына қарап, пышақпен ағасын өлтіреді. Бұл SCP-993 немесе клон Пом-Пом. SCP-993 клон Пом-Пом ол балаларға арналған Penny's Fun House, яғни Пом-Помның көңілді үйі атты анимациялық телебағдарлама түрінде кездеседі. Бұл мультфильм ерекше қасиеттерге ие. Бұл телебағдарламаны көріп, басында балаларға арналған мультфильм деп айтуға болады. Бұл мультфильмді 7 жасқа дейінгі балалар ғана көре алады. Әсіресе оны көрген ересектер бірден есінен танып қалады. Ал балалар болса психологиялық тұрғыдан қауіпті ақпарат алады.
Психологтар балалармен сөйлесуді жөн көреді. Бағдарлама жүргізушісі клоун Бон-Бон әр эпизодта Бон-Бон көрермендерге түрлі қауіпті заттарды үйретеді. Мысалы, адамдарды өлтіру тәсілдері, қылмыс жасау әдістері және психологиялық манипуляция. Үлкен эпизодтардың бірі Бон-Бон және үлкен қала деп аталады. Бұл эпизодта Бон-Бон үйлерді қалай өртеу керектігін айтады. Бұл бөлімде Бон-Бон құбыжығы бір адамды аңдып өлтірумен айналысатынын көрсетеді. Әрине, бұл балаларға қызық болғанымен психикасына әсер етеді. Бұл бөлімде әскери палаткада Бон-Бон шешімі жоқ сұрақ қойып әскерді қинап өлтіреді. Бұл бөлімде Бон-Бон жарты сағат бойы камерада қарап отырумен болады. Бұл бөлімнің атын көрсетуге тыйым салынған. Бұл бөлімде Бон-Бон SCP фондтары сақтаған өзінің телебағдарламасы бар дискілерді және SCP-лердің құжаттарын көрсетеді. SCP фондтары бұл Бон-Бон құбыжығын көрмейді. Бірақ әскери фонд бұл жерде бірдеңе дұрыс еместігін сезеді. Бағдарламаны тек балалар ғана қарай алады. Ал ересектер көрген сәтте естен танып, эпизод біткенше ессіз күйде болады. Бұл телебағдарламада жарнамалар мен басқа бағдарламалар араласпайды, тек SCP-993 көрсетіледі. Барлық табылған эпизодтар қорғалған серверлерге сақталып, балаларға қолжетімді болмауы тиіс. Бағдарламаның жаңа трансляциясы табылған жағдайда оны тез арада бұғаттау керек. Бұл SCP өте қауіпті, өйткені балалар оған қараған соң қоғамға зиян келтіруі мүмкін. SCP қоры оны толықтай зерттеуге тырысып жатыр, бірақ клоун Бон-Бонның шығу тегі жұмбақ күйінде қалып отыр. Бұл видео өз мәресіне де жетті. Достар, видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, мені қолдау ретінде комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Абай Ой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.